Баяғыда Айлин деген кішкентай қыз өмір сүріпті. Ол ханшайым болуды армандайтын, бірақ ең бастысы, оның жүрегі таза әрі мейірімге толы еді. Бір күні орман ішінде Айлинге сиқырлы көбелек ұшырап келді. Сенің жүрегің таза, деді көбелек. Мен саған бір сый жасаймын. Сол сәтте Айлиннің үстіндегі киім сиқырлы ханшайым көйлегіне айналды. Ол өзіне сенбеді, нағыз ханшайымдай көрінді. Көбелектер ханшайымды сарайына қарай жол көрсетіп алып келді. Сарай сондай әдемі, айнала гүлдер, ұзын шаша теректер. Айнаға қарап өзін нағыз ертегідей ханшайым сезінді. Айлин өз қуанышын бөлісіп, барлығына көмек беріп күлкі сыйлады. Өйткені шын ханшайым сырт келбетімен емес, жүрегінің мейірімімен әдемі. Сол күннен бастап әркім біреуге жақсылық жасаса, аспаннан кішкентай жарқыраған көбелек ұшып өтетін болған.